Elinizde prikaz boyunca mіндетсіз сразу tanıştırığa. Білесіз бе енді солай кішкене. Жағдай білсеңіз сразу tanıştырып, кімсің демей. Неге тыныштық? Бұлайын дегенім, мен алыс, представьтесь. Служебное удостоверение. А? Ау. Түсінбедім. Не болады кім болғанда? Қазақстан азаматымын мен? Ал, не болдың Қазақстан баяндамайсың бе? Мен баяндауым керекпін ба не? Сізге қандай обращение? Мен Қазақстан азаматымын. Жоқ, не үшін келдің? Қызметтік куәлігіңізді көрсетіңізші. Татшы бай. Полковник полиция. Тоқтаңыз енді оқып қалайын мен. Толық танысқан жоқпын бұл. Мейрамбай Кенжеевич, тоқтаңыз, тоқтаңыз. Таймертенов 22.01.23-ке дейін. Не қатты сөйлейсіз кішкене? Енді айтып отырмын ғой, қолым созып жатырмын, зорға бүйтіп амандасып, сосын айттым я, что такое хмурый дедім. Вроде бүгін президент келіп жатыр, сендер не көңіл күй жақсы болу керек қой енді. Мен просто қолым созып жатырмын бе, қолым созып жатқасын бүйтіп зорға қолым берді, сосын айттым, не такое хмурый деп. Сіз келдіңіз мына жақта айқай шығарып жатсыз еще. Жоқ, мен сізге айттым ба не? Жоқ, сіз өзіңізге, о не өзіңізге қабылдайсыз, өзіңізге қабылдамаңыз олай. Сізге айтылған жоқ қой данный момент ол ситуацияға. Сізбен амандасқан жоқ мен әлі. Сосын қызметтік куәлігіңізді приказ бойынша міндетсіз сразу таныстыруға. Білесіз бе енді солай кішкене. Жағдай білсеңіз сразу таныстырып, кімсің демей. Неге тыныштық? Бұлайын дегенім, не болды? Аманшылық па, не болып жатыр деп мында да. Қайда мен жұмыста жүрмін? Мен жерде просто тұрамын. Точно саған обращение жасап жатқан жоқпын. Айтып отырсам қолын қалтаңнан шығаршы ешкене. Болды, проще ол. Қолын қалтаңнан шығар, обращение мәнерді келмейсіз ғой. Сіз ғой маған. Енді қол сонда да қалтаңнан қолын шығарып тұр. Әне саған старший позвой айтып саған даже қолын шығарып кішкене адаммен қалай не өлді деп. Дұрыстап сөйлесіп тұрсыз. А? Өзім білемін оны қалай тұрады. Чем обращаться? Я с тобой или с ним конкретно буду разговаривать? А что ты уточняешь? Он что, за себя не может ответить, что ли? Я спрашивал, чем вообще, какая у вас вообще? А что, ты не видишь, что ли, один человек со мной разговаривает? Общий кетірсіз бізге қарай. Жоқ, общий болғанда мен общий бәріңізбен сөйлесейін ба не общий бәріңізге келдім деп сонда? Сонда қалай әртүрлі сөз? Онда екеуіңізбен сөйлесіп тұрайын кезек-кезекпен. Давай по очереди, вы начинайте служебное удостоверение. Сен бірінші, сен екінші, давай. Жоқ, енді басталдық. Қызметтік куәліктерін көрсетің, потом будет разговор. Давай көрсетші енді. Обращение жасамастан бұл. Приказы, өздерің приказдарың біліншіш. Адамға келіп алып, жан-жақтан сөйлеместен бір. Келіп алып емес, сіз ол кетті. Мен жақпен сөйлесіп жатырдым, сен артына тұрып келіп жатыр қайтайын. Бір адаммен сөйлесіп жатырмын да, және қалтаңнан қол бетіңме тақымаш тұрайыншы. Адам сөйлесіп жатқан кезде мешет етпеу керек. Бұл бір. Екіншіден сенмен сөйлесіп жатқан кезде қолын қалтаңа салып алғансың кішкене. Сендерге кішкене нормаларды үйретпей ма деп, этика, эстетика деген бар ма сендерде? Өзіңізге тұрған адам. Өзіңмен тұра бер. Сен қызмет барысында жүрген адамсың. Сіз тоқтаттым. Ну что? Мен сонда келе алмайын ба не? Жоқ, мен сенге келе алмайын ба не? Келелен сұрағын сұрап отырмын ғой. Енді мен бір адаммен сөйлесіп отырмын ғой сен. Көріп тұрған жоқсың ба не? Я көзің жоқ па? Жоқ, қалай сөйлеймін енді айтыңызшы. Көзің жоқ па дедім. Жоқ, енді көріп тұр ғой, мен сізбен сөйлесіп отырмын ғой, ағасы. Жоқ, ағасы, мен сізбен сөйлесіп отырмын ғой. Жоқ, артынан келіп қайта айтып, түрте береді. Маған неприятно ол зат. Қайсы сен қызмет, қайсы таныстырсың? Танысайық. Борттық нөмірі 03 68. Қайсы келді ғой сен? Қызметтік куәлігін танысайық көмес өлі. Ау? Қалай бермей ақ қой? Көрсетші еді қызметтік куәлігін. Мен айттым қандай сұрақ бар дұрыс па? Қызметтік куәлігін көрсетші. Қызметтік куәлігін танысайық. Екеумізге сен мысалда бауырым қара, екеумізге кетіп тұрсың ғой. Жоқ, сен қалай? Кетіп тұрсың, сен сұрақ қойғаннан кейін, мен мысалы басқа служба, анау басқа служба. Сосын мен айтамын ғой, мен білетін менің службам болса, мен саған айтамын жауабымды. Или оның службасы болса, ол саған басқа жоқ, сен мына жерде данный момент балажинға айтпайсың, қызметтік куәлігін көрсетші. Адам құсап келгеннен кейін адам құсап не істеу керек? Қалай адам құсап? Мен адам сияқты келген жоқпын ба десің ба? Или адам сияқты сөйлесіп тұрған жоқпын ба? Ал бұл бақты керек па кім ол? 15, 11, 22 дейін да қазір көрінбейді ғана. Нешеге дейін? 22 ма? 23-ке дейін да?
кішкене манера обращенияларында кішкене өзің адаммен сөйлесіп тұрғаннан кейін артынан келіп түрткі дей берме, адам сияқты сөйлескің келе ма, онда бір адаммен диалогты бітірейін. Қапталма түрткі деп отырсың ғой бүйтіп қайта маған не болды? Жарайды енді артық сөйлеп отырсың сен ана жерде. Артық сөйлеп отырсың ба, онда маған кел, маған қоя бер деп мен саған айтып тұрмын. Енді мен саған емес, мен ол адаммен сөйлесіп тұрмын. Так что немесе бір адаммен сөйлесіп жатқан кезде, хорошо? Жақсы, бауырым, бізге де кедергі келтірмей ақ қойсын. Қалай кедергі келтіріп отыр? Жүріңіз. Жүрмеймін ал не істейсің? Сұрағың жоқ па қоятын? Жоқ, жүрмеймін. Қандай сұрақпен кетіпсің? Мені послать етпей ақ қой, жүріңіз. Жоқ, қандай сұрақпен кетіпсің енді айтсың. Өзім білемін қандай сұрақпен келгенімді. Қалай өзім? Кәдімгідей. Біз ұстаздық қызметте жүріп сөйттің да бауырым. Қолың артылмай ақ қойшы. Қызметте жүрген адам. Қызметте жүрген адам. Ал, иә. Иә, кедергі келтірмей ақ қойшы, сұрағың жоқ па? Болды, жүре бер онда. Жақсы. Қандай мәлімет керек сізге тағы? Ешқандай мәлімет керек емес, просто мына кішкене этиканы сақтамай тұр да сөйлемеңіз. Кетейін десең, кете беріңіз. Қызметіме. Хорошо, адамдар қызметте жүрген көріп тұрсыз да? Не, мына жерде гражданский машина тұр ғой, не болды екен деп. Қажет формула тұр ба? Формула тұрған Қорықпен кетіп қойғырсың, бәріңіз. Жоқ, вроде сізбен сөйлесіп болдық, солай ғой. Енді мына жігітпен сөйлесіп отырмын. жоқ, ол мына жігіттің машинасы автокөлігі. Мен білмеймін ғой, кімнің автокөлігі. Тұрғанда не келу обязательно келіп. Жоқ, мен келе алмайын ба сонда? Араласа беруі мүмкін. Жоқ, мен келе алмайын ба? Қызметте жүр ғой. Қызметтен ауырып ештеңе жүрген жоқ. Жоқ, мен бірдеме дедім бәне. Жоқ, енді қайдан білейін, бізге кедергі жасап тұрған жоқсыз ба деп қойдым. Қалай жасап тұрмын? Мына жерде бәріңіз келіп алып, вроде келіп алып тұрған сендер мына жерде. Мен мына жерде тұрған адам, бір адаммен сөйлесіп тұрған жоқпыз. Біз басқа бір гражданский лицоны нарушение сағалап тұрған жоқпыз. қалай дұрыс емес? Қалай дұрыс емес болады? Менікі сонда келіп обращение жасау мен дұрыс емес екен. Мына жігіттің мәлімет болса, жоқ мен сонда келіп обращение жасай алмайды екенмін сонда. Дұрыс емес дейді. Қай жерім дұрыс емес айтып? Обращение жасау. Жоқ, мен көрдім, что уже болды, керек емес маған уже обращение. Солай айтпадың ба? Енді мен міндеттімін ба не соны айтуға? Мен келдім сендерге, просто сендердің қолын созып едім, зорға амандасып, қайсы жігіт екенін білмеймін. Мен айттым, что такие хмурые дедім десем, не болмаймын деп олай. Кім? Мен сенімен амандастым, машинаның ішінде отырған сен бе? Айболат мен. Айболат. Қалай енді бізге сұрағың болмаса, обращение болмаса, жұмысын жасай беріңіз. Жоқ, сіз жасай беріңіз. Мен жұмыс жасап жатқан жоқпын. Мен кетіп жатқан адам. Әріптестерімізбен сөйлесіп. Сөйлесе беріңіз. Тапсырмасын бере беріңіз. Басқа бізге претензияңыз бар ма? Сіздерге претензиям жоқ, просто кішкене адаммен сөйлесу манерасы да мен қазір көбінесе ұнамайтын. Сөйлеу манерасы дұрыс емес. Вот осы жерде сізден бастап мысалы элементарно келдіңіз, бастадыңыз, не болды деп. Мен сізге сөйлеген жоқпын ғой қасы. Мен ана қасындағы екі адам отыр, амандастым, зорға қолымды алды енді. Енді амандасқысы келмейді шығар енді. Неге амандасқысы келмейді? Енді айтпаймын онда, амандасқым келмейді, кетші деп. Не ол? Енді ала ғой, құрсын болды. Болды дейді. Жақсы ал, қызметтерін дұрыстап жасаңыздар, ешкімге ренжімей. Полицейский наш.